бренді жоқ бизнесмендер осы видеоны соңына дейін тыңдасын. Мен осы уақытқа дейін өте көп поток коучинг жүргіздім. Сонда, знаете, менде мынандай прям конверсия деп айтсам да болады да. Бизнес бар, бірақ бренд жоқ. Мен таң қалам, сенде сонда осы уақытқа дейін сіздер не істеп жүрсіздер? Бизнесі бар, масштабым прям нормально масштаб, бірақ страдать етеді адамда. Страдает. Не үшін страдает? Потому что личный бренд жоқ. Сенің бизнесің бар, но сен ешкім емессің. Бизнестің артында жүрген біреусің да. Сондықтан да бұл жақта кез келген адамға просто ол брендті жасау керек. Мектебі бар, но бренд жоқ. 5 детсады бар, бірақ бренд жоқ. Но ол адам ойлайды да, бизнесі бар, мен ақша тауып жатырмын деп. А неге страдать етеді? Потому что бренд жоқ. Содан кейін мынандайлар келген. Үлкен супермаркеттері бар, бірақ өзінің бренді жоқ. Компаниялары бар, бірақ өзінің бренді жоқ. И постоянно вот адамда слив энергии болады да. Ол страдать етеді. Мынандай бизнесмендерге айтатыным, міндетті түрде жеке брендті жасаңыздар. Ол брендқа прям миллиондап, миллиардтап ақша құюдың вообще керек емес да. И кім бренд жасағысы келеді? Любой адам жасағысы келеді, прям мечтает да оны. Не может. Мүмкін ол екілік шығар, сомневаться етіп тұратын. Мүмкін ол жаңа бірлік все время хочет, допустим, да, бренд болғанға. Хочет прям стать звездой да. Не может. Значит, соның өмір бақилық, мына профессиональный компетенция дейміз ғой. Профессиональный компетенция деген, ол сені мықты, сен нені жасайсың? Сол арқылы просто сенің беретінің бар ғой. Менде мынадай, қазір мен кейспен айтқан кезде түсінікті болады. Бизнесмен келді, который 10 бизнесі бар. Мен айтам, сіз осы уақытқа дейін не істеп жүрсіз деймін да? Стартапта ашқанға ол көмектесе алады, потому что бизнестің түр-түрмен жасаған. Оның өзінің бренді жоқ. Енді оны біз түс көріп білеміз ба, или біз қалай білеміз да, ол адамға біз қалай обращаться етеміз. Бизнес өзімен өзі жұмыс жасап жатыр да. Не істеу керек? Значит, брендті мен айтам, давайте брендті қалыптастырайық. И сіздің жастарға беретініңіз бар ғой. Да. И соны айландыру керек. Ары қарай там за какие-то копейки, да. Ладно, ол еді. Крупный бизнесмен болғаннан кейін, ол 200 мың теңге, 300 мың теңгемен ойнамайтын адамдар. Халыққа қызметің қаяқта қалды. Значит, сен біліп тұрсың ғой оны қалай жасау керек. Сен білесің ресторанды қалай ашу керек екен. Бірақ сенде өзіңде личный бренд жоқ. Бірақ сенің 5 рестораның бар. Түсініп отырсыздар ма? Значит, личный брендті қалыптастыру керек. Не имеет значения сен қашан туған күнің, не имеет значения қандай сенің миссияң. Менде бар адамдар, которые 5 рестораны бар, 4 рестораны бар. Брендтері жоқ. Бар, который мектептері бар, бірнеше мектебі бар, бірнеше детсадтары бар, бірақ брендтері жоқ. Қараңыздар, сіздерде профессиональный уже компетенция бар. Мысалы, сол ресторанный бизнесте жүргендеріңізге уже 15 жыл болды, 20 жыл болды. Значит, сен білесің оны қалай жасау керек екен. Значит, сонымен бөлісу керек. Сен прямо шығаласың да, менің ресторанный бизнесте 15 жыл, 20 жыл стажым бар деп. Әдемі бола ма? Әдемі кетеді да. Адамдар тыңдайды ма? Тыңдайды. Просто соны ашқанға көмектессең адамдарға. Допустим, сенің мектебің бар, 5 мектебің бар. Сен білесің оны қалай жасау керек екен. Уже сенің 25 жыл стажың бар. Значит, көмектес просто бөліс. Сен сол салада бренд болып шыға аласың. Дальше кеттік та. Например, строительный тамда бар ғой, мен білем, өте көп жігіттерді, которые вот прям строительный компаниялары бар. Но оның өзінің бренді жоқ. Значит, сен нені бересің? Сен сол жақта профессионалсың ғой, сенде профессиональный компетенция бар ғой, сол салада. Значит, сен сол саланың просто профессионалы ретінде личный брендіңді просто дамытып сол шығу керек. Вот сол кезде сен танымал боласың да. Ары қарай кімдер бар тағы да? Енді өте көп қой адамдар, который брендтары жоқ. Поэтому қарап отырмаңыздар, личный бренд дамытыңыздар. Бұл жақта қандай преимущество бар? Айтайын, когда сенде личный бренд болған кезінде, сен көп адамдарға пайдалы боласың. То есть сенің пайдаң тиеді басқа адамдарға. Өйткені сен осы уақытқа дейін жинадың опыт, сол опытыңмен бөлісесің, просто камераның алдында отырасың да бөлісесің.
и соны личный бренд деп айтады. И сенің бөліскен ақпаратыңнан адамдардың өміріне соны қолданып, олардың өмірі өзгеретін болса, значит, ол саған рахметін айтады. Но в конце ол сенің консультацияңды просто сатып алады. Давайте мына жақта мен четкий конкретно пример Марғұлан Сейсенбайды айтып берейін. Ол же бизнесмен ғой. Но қазіргі таңда Марғұлан Сейсенбай ол личный бренд. Динара Саджан ол личный бренд, да? Түсініп отырсыздар ма? Ол журналист. Но каждый журналистта онда личный бренд жоқ қой. Каждый бизнесменде Марғұлан Сейсенбай сияқты личный бренд жоқ қой. Марғұлан Сейсенбай бүгінгі таңда нені сатып жатыр? Ол сатып жатыр өзінің тренингтарын. Неге? Потому что ода личный бренд, ода опыт бар. 6 миллиард ақша жоғалтқан адам. И ол өзінің опытымен просто бөлісіп отыр. Түсініп отырсыздар ма? Енді сүтсай ғылымы бізге бүгінгі таңда не береді? В точности кімге қандай брендті дамытқан оңай болады. И ол қалай тез атып кетеді да. Неден бастап сен айтуың керексің, қай күні оны ашу керек, жаңағы инстаграмды не деп ашамыз біз, тиктокты қалай ашамыз, соның бәрін именно сүтсай ғылымда просто алгоритммен, инструментпен, құралмен пайдаланып, сөйтіп жасайтын болсаңыздар, сіздердің брендтарыңыз брендтің бренді болады ғой. И номер 1 қып кез келген адамнан жасауға болады. Міндетті түрде пікірлеріңізді жазыңыздар. Әлі де кеш емес. 60-тасың ба, 65-тегі де көтеріліп жатқан адамдар бар. Поэтому сізге де бүгін көтерілуге мүмкіндік бар. Не керек? Страшно желание керек. Мен бренд боламын деген. Бітті. Сізден тек қана сол ғана керек. Қалғанын бәрін біз жасаймыз. Поэтому комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер.